Цезарь, республиканың бұзушысы, империяның құрушысы, тарихтағы ең бірінші диктатор. Біз Цезарьден атты естігімізде екі зат есімізге түседі. Салат және тиран. Біреу дұрыс, біреу қате суды. Дұрысы салат. Цезарь тиран болмады. Неге екенін қазір осы видеода түсінесіздер. Цезарь бай отбасы дүниеге келген. Әкесі губернатор, нағашы атасы консул болған. Ал бірақ ең негізгісі оның отбасындағысы әпкесінің күйеуі Гай Мари. Гай Мари атақты генерал және саясаткер болған. Цезарь 15 немесе 16 жасында болғанда әкесі күтпеген жерден қайтыс болды. Содан Цезарь жұмыс істеп жатқанында отбасын асырау үшін азаматтық соғыс басталды. Бастаған адамдар Сула атты генерал және оның жездесі Гай Мари. Цезарь әрине жездесі Гай Маримен жақтасты. Және айта кетейін, Гай Мари қатты жеңілді. Содан Цезарь жұмыссыз қалды. Цезарь қаш кету үшін Суладан әскерге қосылды. Әскерде ол бірінші жылдар болды, талантын көрсеттім. Бірақ мен сіздерге қызықты уақытын айтайын оның өмірінде, ол қарақшылармен достасқан уақыты. Цезарь 25 жасында Родос деген атты жерге әйтеуір білетінім. Жерге кемемен бара жатқанда қарақшылар оны ұстап алған. Ұстап алғанда қарақшылар Цезарьдің басына 480 мың сол кездегі Римнің ақшасын сұраған. Цезарь соны ашуланды, қатты ашуланды. Бірақ сіздер ойлаған заттар үшін емес, өзінің басының құны үшін. Ол қарақшыларға сол бағаны естігенде айқайлады. Менің басым осынша ғана тұра ма? Менің басымды 1.200.000-ға сатыңдар деді. Қарақшылар мен таңданып, жарайды, сенің өмірің ғой, сенің басың ғой деп, оны 1.200.000-ға сұрады Цезарьдің басын. Қайтарамыз еді. Цезарь осы уақытта қарақшылармен достасты десек болады. Сөйлесе бастады, аттарын білді, танысты. Бірақ Цезарь олармен әрдайым осы бір қалжыңды айтатын. Мен босанғанымда барлығыңды креске шегелеймін деп. Бәрі оның қалжыңдағанын білді. Бірақ Цезарь бостандыққа орала салысымен бәрін тауып алып та шегелеп тастады. Сөзіне тұратын нәрсесі естіген осы. Цезарь... Сула өлгеннен кейін Цезарь Римге қайтта оралды. Өйткені ол сол уақытта Римнен қашып жүрген. Жай Римге оралды, маңыздысы. Ол сол жерде күнделікті өмір сүрді. Бірақ іші пысып заңгер болды. Заңгер болғанда атақ алды. Бірақ содан да іші пысып әскерге қосылды. Ол 37-38 жасында Испанияның губернаторы болды. Ол сол жерде Александр Македонскийдің мүсінін көрді. Күнделікті адам, әдемі мүсін ғой дейтін еді. Бірақ Цезарь сол мүсін көрді де ойланып қалды қатты өз өмірі туралы. Өйткені Цезарь Македонскиймен жасты болды. Бірақ айырмашылығы Македонский Цезарьдің жасында түгел әлемді басып алған. Ал Цезарьдің жетістіктері аз болды. Осы туралы қатты ойланып қалды Цезарь. Және өзіне уәде берді. Мен осы дүниеде бір затқа жетемін деген. Жетті. Байқаған шығарсыңдар, Цезарь атақты қазір. Цезарь 40-қа жуық жастарында Помпей және Крас деген адамдармен достасты. Олар үшеуі триумвиратты құрды бірінші. Цезарь топтың миы, Помпей беті, ал Крас ол түгел Римдегі ең бай адам. Олар қосылған себебі, олардың барлығы Римдегі ең мықты адамдар болды. Содан олар саясатпен ойнай бастады.
Цезарь консул болды, Помпей консул болды, және Крас консул болды. Бірақ Цезарь анау екеуіне қарағанда көбірек қара халыққа жұмыс істеді. Назарын көбірек аударды. Цезарь консул болғаннан кейін ол солтүстік батыстағы Галлияға көзін тікті. Галлия қазіргі батыс Еуропа, Франция, Британия, Бельгия. Қысқашасы ол Галлияда қырғындар ұйымдастырып, мыңдан адамдарды өлтірді, бірақ басып алды. Содан кейін Британияға көзін тікті. Сонда басып алды. Содан кейін Бельгияға көзін тікті. Сонда басып алды. Ең сол кезде Бельгия емес, Бельгика болатын, бірақ түсіндіңіздер ғой. Содан кейін Германияға көзін тікті, соны да басып алды. Содан осындай сөзді айтты. Вени, види, вичи. Мен келдім, мен көрдім, мен басып алдым. Цезарьдің соңғы шайқасы Галлиядағы Алесия шайқасы болатын. Ол осы жерде нағыз өзінің ақылын көрсетті. Сол жерде Цезарьдің адамы екесе азырақ болса да, Цезарь жаудың талқанын шығарды. Айта кету керек, осы уақытта Крас Парфиямен соғысып өлгенде, сол уақытта Помпеймен де ұрысып қалды Цезарь. Және сенатта оның аттағы бастамады. Өйткені ол атақтырақ бола бастады сенаторларға қарағанда Галлияны басқаннан кейін. Айтпақшы, айта кетуім керекпін, Галлияны кіммен бірге басып алды? Цезарь Галлияны Марк Антоний мен басып алды. Және оның үлкен жиені Гай Юлий Цезарь Октавиус деген айтқанымда үлкен жиенімен түгел Галлияны басып алды. Бірақ мен оларды кейінгі видеода айтамын. Қазір жалғастыра берейік. Цезарь Галлияны басқаннан кейін өз отанына оралды, қаһарман ретінде көрінді. Құдайдан түскен адам деп білінді. Құдай оны жіберді деген сияқты. Ол осы уақытта діни лидер болды десек болады. Оны сайлады да, осыдан бұрын сайлаған оны Цезарьді. Цезарь қысқашасы сол уақытқа Папа Римский болатын. Және осыны айтып отырған себебім қазір маңызды емес, бірақ айтып отырған себебім бір күлкілі зат. Цезарьдің соңғы әйелі Кальпурния атеист болды. Ол туралы қазіргі тілмен айтқанда Папа Римский қазір бір атеист әйелге үйленген сияқты. Ойға ирония ғой қысқашасы. Мен қазір сіздерге азаматтық соғыс айтатын едім, бірақ уақыт шектеулі. Сол үшін келесі видео кездесеміз. Қош, сау болыңыздар.